Сәлем достар, бүгін бізде подкаст. Жаңағы өзіміздің қателік фильміндағы басты рөлде ойнаушы актрисалар Катана және Шрам. Негізінен менің ойымша ең бірінші сұрақ бұл сендердің шын есімдеріне қатысты болу керек. Назым, Наргиз. Болды. Ендігі кезекте өз кейіпкерлеріңнен, яғни Шрам мен Катанадан өздеріңе ұқсастық қандай ұқсастықтарың, характерлерінде бар? мен деген Шрам екінші серияны көргендер болар. Сол кезде Шрам ашуланды ғой, мен де дәл солай ашуландым. Неге сол жерде бәрің ауыздарыңды ашып тұрдыңдар? Түріп тұстамайсыңдар ма мен үшін? Наз, сен өзің бірге бір сұрағандықтан араласпадық. Қойша, лучше қорқыттық деп айта салыңдар, шеш. Жіберші болдыңдар. Қатты ашуландым. Нервный адаммын. Катана төзімді, сабырлы, батыл. Сатқынды менен көретін өкінішті әрине. Өкініштісі ол емес, өкініштісі сатқынды жанын достаған. Сен әлі менен көріп тұрсың ба? Қандай актер, актрисалардан шабыт аласыңдар? Мен деген американдық актрисаларды жақсы көрем. Меделина Пейдж, Лили Рихард, Дав Кэмерон, Анджелина Джоли. София Карсон сияқты актриса. Және түрік актрисалар да маған ұнайды. Мысалы, Ханде Ерчил, Неслихан Атагүл. Түрік сериалдарын көп көремін. Мерей бар. Түрік сериалдар жақсы өте келген. Сосын Лавантюрстводағы актрисалар күшті. Гайни, Кукатова, Адина Башанова, Зухра Сайпи вообще мықты. Өте керемет әне. Енді басқа сұраққа көшейік. Бірінші бөлімнің түсірілімінен қандай сәттер естеріңде қалды? Бірінші бөлім түсірілімінен. Қызықты сәттер. Назым екеуміздің бірімізге қарама-қарсы рөлде ойнағанымыз. Біз в жизни өте керемет достармыз. Ең жақын достарымыз. Кинода бізге кішкене сол қиын болды. Бірімізге қатты сөздер айту. Бір бүйтіп қарап тұрасың, еще кәмі сөз айтасың, ішіне күліп тұрасың. Соны естеріңде кәдімгі қалды. Сөмке қайда? Какой сумка? Шрам, өтірік жарым болмаш, әкел сөмкені. Бермесем ше. Біреудің затын рұқсатсыз алғаның жарасы ауыр. Ладно, мен де істеласың. Түгелмей. Давай поразобщимся. Ал съемка кезінде ең қиын болған кадрлар, көп дубль қажет еткен кадрлар. Яғни бірнеше рет. Сол кадр ғой. Сол кадр бұлар, төбелес бой жерлері бұл. Тағы да бірнеше кадр. Көп кадрлар түсірдік негізі. Мысалы, былай сендер төбелестіңдер, сонда қатты дауыстар шықты бір-біріңді ұрғанда, сонда ауыртып, өйтіп не қылған жоқ па? Жоқ. Бізде негізі Шын ауырмаймыз, иә? Шын ұрса ғой. Бірақ соның өзінде ұрватырмын деген чувство да, сен күліп тұрасың. Ана бүйтіп мысалға деген екеуміз бүйтіп тұрдық қой, сумка қайда дегенде бүйтіп біріміздің көзімізге қарап тұрамыз, екеумізге батады еще. Соны ұрған жерлерді дүп шыққанда адамдар өтеді ғой, солардың ойлары уже бізге қызық болып кетеді. Не ойлап жатыр екен. Алдында деген бірінші серияның съемкасында мен деген айнам көз ұрдым ғой, сол кезде адамдар қарап тұр, ұрған жестко болды деп айтып. Қыздар, жақсылықпен жері сандыр айтып мен қазір полиция шақырам. Кім бар? Көмектесіңдер! Осы өз уақыттарыңды актерлік шеберлікке, киноға жұмсаудың себептері не? Біз актриса жаңағы мана айтқан актрисаларға еліктеміз, солар сияқты болғымыз келеді. Болашақта өздерінің болашақ профессияларында осы кино әлеммен, өнер әлемімен связываткілерін келеді. Актерлік шеберлік үйірмесіне келгеннен бастап сендердің характерлерінде, өмірлерінде қандай өзгерістер болып жатыр? Негізі мінезі ауыр адамдармен жұмыс жасау өте қиын екенін түсіндім. Ондай адамдарды осы съемка кезінде кездестірдіңдер ма? Әрине. Онда болды. Қатты ашулану, еркелеу деген сияқты. Кадр бойынша, кадрларда мысалы кейбіреуінде кішкентай сөздер болған кезде олар алынып қалады, соған ренжулер, бос уақыттар көп болады. Жылау да болды. Жылау? Кім жылады? Айтпай қояйын. Ол жылау фильмдағы рөлге қатысты ма, әлде жай? Жоқ, сөз алынып қалды, соған жылау да болды. Соған жылау болады. Немесе
көңілге алып қалады сөздерді. Сондайлар да болды. иә жақсы Ал барлық түскен киноларының, сериалдарының ішіндегі ең ұнаған рөлдерің қандай? сол шрамның рөлі ерекше Катананың рөлі, Мадинаның рөлі ұнады. ал естеріңде кәдімгідей қалып өздерің кәдімгідей жақсы көріп осы бұл егер де осы фильмді сендер емес басқа адам ойнаса сендер осы яғни кейіпкерді осылай жақсы көре алатындар не едің? Иә, негізі жағымсыз кейіпкерлердің рөлі иә өте керемет және ауыр рөл деп айтсам болады. типа ашулану деген кек алу деген нәрсе не жағымсыз кейіпкердің жағына қарай шығады. Қарағандай қатты қиын рөлдер жоқ қазір бізде. Егер бәрі оңай қиын рөлдер болса, деп ойлаймын. ол адам психикасына зақым тигізуі мүмкін. Жақсы, яғни дейтін сендерге жақсы персонажға қарағанда жаман антагонистерді ойнаған ұнайды. иә 100%. Қателік киносындағы сендердің рөлдерің өздеріне ұнады ма? әрине ұнады, өте керемет рөл болды. Ең ерекше рөл болды. Алдағы уақытта тағы да рөлдер болатын болар, бірақ осы рөл маған өзіме ұнады. Жандос ағайға рахмет айтамыз, Жанар ағайға. Аға, қалай айтатын еді? Вырежьте. Аға, кешіріңіз. Өздерінің кейіпкерлерінде алдағы уақытта қандай істерге барады деп ойлайсыңдар өздерінің кейіпкерлері? Менің ойымша Катана жақсы жаққа түседі, ой өзгереді. Негізі ол да шынымен де сондай ой бар. Катанада меніңше сондай ой бар, жақсы жаққа. Ол тек ол отрицательный Өзгеруі емес, мүмкін. яғни өзін әлі дұрыс түсінбей жүрген. Иә. Екі жақ. Мен білмеймін, өзгермейтін бар может быть. Не себепті? Білмеймін. Өзгеруі де мүмкін. Сіздердің ойларыңыз қандай? Бәрі сценарист, режиссердің қолында ғой. Өте қызық. Қазір біз фильм түсіріп жатырмық, өте керемет. Өзгерейін ба, өзгермейін ба айтыңдар. Мен съемкада болдым, өте керемет атмосферада өтіп жатыр, сол себепті кеше ғана шықты ғой, соған лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп, сөйтіп өздеріңмен бірге алып кетіп жүрдіңіз. Сендердің осы достарың, туысқандарың, жақындарың, иә, сендердің фильмдарға түсіп жатқандарын біледі ме? Иә, біледі. Және оған қалай қарайды, Жақсы қарайды. Әрдайым қолдайды. Иә. Кімнен осы ең көп қолдауды аласыңдар? Бірінші достарымыздан бөлек ең бірінші ата-анамыздан аламыз ғой. Олар всегда қолдайды, всегда айтады, мына жерде осылай күшті ойнаған, қателігінде жақсы жерде тағы да күшті одан да күшті ойна деп всегда поддержка береді. Ал егер де мама мен папаның ішінен алсақ, кім больше қолдау береді? Папа. Мама. Маған мама көп қолдау береді. Жарайды. Ал яғни сыныптастардың ішінен кім? Сыныптастардың барлығы өте керемет. Барлығы керемет қолдайды. Менікі де прям күшті айтады, қашан шығады, қателіктің бүгін мысалы 9-да шығады, сен бәрі ура деп жазады. Өте жақсы. Фильм шынымен де өте керемет болып келе жатыр. Жас талап студиясына, оқу білім орталығына сол үшін үлкен алғыс айтамыз. Иә, Жас талап өнер білім орталығына өте керемет. Бар алғысымызды айтамыз. Уже біздің арманымызға деген алғашқы қадамдарымыз осы жерден басталды. Иә, қолдаулар да болды. Режиссер Жандос Бақтығалиұлына алғысымызды айтамыз. Ернар ағайға да алғысымызды айтамыз. Осы Жас талапқа келгеннен бастап өзіміздің арман мақсатымызға деген бір шаг жасадық. Енді осы арқылы өскенде мүмкін профессиональный актриса болып кетеміз. Біздің ойымызды өзгертті. Енді алдағы уақытта қандай қазақ актрисаларымен жұмыс жасаулар келеді? Лавантёрдағы актрисалармен. Өте күшті, бізге жаман айтты лавантер. Жақсы ұнайды. Жолдастар, бір тоқсан. Сіздердің осы қазақ актрисалардың ішіндегі өздеріне ұқсататын, яғни өздерін жақсы дос болып кете алатын адамдарды кімдер деп ойлайсыңдар? Жақсы дос болып, жақсы танысып па? Өздеріңнің характерлеріне ұқсас кімдер бар? Яғни ұқсас черталар бар деген сияқты. Біз негізі жақсы общаться етіп кететін адамдармыз. Сондықтан менің ойымша лавантер адамдармен түсетін болсақ, жолдастарым,
онда өте керемет жасады. иә маған әсіресе Гайни Кукатова мен Адина Бажанова Маған Луизаның рөлін ойнаған актриса ұнайды. Карина. Бана жолдастар лавантер деп жатсыңдар, соның ішіндегі ең қатты ұнайтын актрисасы немесе актер кім? Барлығы ұнайды. Иә, барлығы ұнайды, прям. Барлығы шетелден актриса, актер өте керемет. Каждый, Екенсіңдер ғой? конечно, барлық Қазақстан фанаты олардың бар емес па? Иә, шынында. Енді олар бізбен бірге 3 жыл болды ғой, 3 жыл. иә. 2019-да шыққан кино ғой. Өте керемет. Енді кезекте егер де сендер Катана мен Шрамның орнында өздерің яғни Назым мен Наргиз болсаңдар, онда ханға қандай отношениялар болатын еді? Аласпайтын едім. Жаламайтын Жақсы. Енді бізге дейтін фильмде әлі Катананың негізі ханның компаниясына қалай түскен жайлы айтылмады. Назымның қалай осы төбелес жолына түсіп кеткені айтылмады. Ой, Шрамның кешірім сұраймын. Менің негізгі кинода біресе Наз, біресе Шрам деп айта береді. Мен просто оң жағымда Шрам салынады, сосын соған байланысты атымды білмейтін адамдар Шрам деп айтады, ал өзімнің компашкамдағы адамдар Наз деп айтады. Иә, біле жүріңіздер. Сол неге ондай жолға түсіп кетті деп ойлайсыздар? Негізінде Шрам деген көбінесе қала жақтарда жүретін болғандықтан, ол типа орысша, қазақша араластырып сөйлейді. Иә, сондай бар. Ал ата-ана мәселесінен болар енді. Может, ата-ана мәселесінен болар, иә. Иә, сол Ата-ана вниманиясы жетпеген балдар көбінесе жаман. сондай жаққа түсіп олай кетсе. деп ойламаймын. Алдында комментарияны оқып отқанда байқадым. Неге қыздар төбелесіп жатыр, неге басқа ештеңе таппадыңдар ма деп жатыр. Оған не айтасыңдар жалпы? Жалпы бұл киноның мақсаты ол киноның соңында осы нәрсенің дұрыс емес екенін көрсету. Яғни бұл қателік қой, қателік. Жаңағы біздің басты рөлде Айнан Көз деген қыздың өзінің қателігін түсінуі, неге осы жолда көрсетуі. Шын өмірде де осындай адамдар бар, сондықтан бұл киноның мақсаты негізі сондайлықты жою, сондай жаман қасиеттерден арылу. Соның енді жойылып кетпейді ғой, бәрібір соның қателік екенін көрсету керек қой. Иә, өмірдегі ең ауыр қателік. Және де негізі ол жерде бізде жай ғана рөл болды. Иә. Бірақ шын өмірде біз барлығымыз жақсы араласамыз, ханмен де. Ол жай ғана рөл. Иә, бізге енді сол қалай айтсам екен, дайындық кездерінде әртүрлі сценаларға фильм бір сериясы бастамастан бұрын, яғни дайындаласыздар ғой. Сол дайындық кезінде ең көп уақыт кететін, яғни дайындалуға қандай кадрлар, моменттар? Көбінесе бой сол бойларға. Көбінесе бойға Иә, келеді. төбелес кезі өте қиын. Өте қиын. Ал андай жай сөйлеу кадрларын сендер оңай түсіресіңдер, иә? Иә. Оңай демеймін, бірақ иә оңай болады. Не типа эмоцияға салу керекпіз ғой. Көңілді жерді Эмоциямен жақсы жеткізу керек негізі актрисалар эмоциямен барлығын жеткізеді. Сөзімізді өзіміздің эмоциямызбен түсіндіріп тастауымыз керек қой. Ашулану, көңілді болу, Өзіміз қандай ұнату, адамбыз сол рөлде. Сол адамдағы рөлді эмоция арқылы беріп шығару керекпіз. Яғни сендер өздеріңнің кейіпкерлеріңді, өздеріңнің екінші жақтарын, екінші мен деп санай аласыңдар ма? Жоқ. Негізі біз шын өмірде ондай емес. төбелеспейміз деген. Рөл ғой. Жаман ойламаңыздар олай. Иә, біз екеуміз вообще төбелеспейміз. Өте керемет адамдар, сондай жоқ. Сендерді адамдар кино арқылы танып жатыр ма? Сендерге сен кинодағы адам қызсың ба деп сұрақ қояды ма? Иә. Не демей ақ қояйын. Мен мынаны білмеймін енді. Бірақ мен өзім мектепте общительныймын, почти көбін танимын. Сосын деген олар келіп сұрайды менен, типа сен деген типа жарнамасы, рекламасы болды ғой, типа трейлер болды ғой. Сол кезде менен келіп сұрады, сен деген ана бір қасқа, бір қызға тиісіп, сосын деген өзің лучший подруганы таяқ жеп қалдың ғой деп. Негізі сөйтіп айтатындар да бар. Иә, негізі кино арқылы демей ақ қояйық негізінде. Бірақ та осы жастар өнер білім орталығы арқылы, осы алғашқы бастамалар, жаңа кинолар арқылы бізді көп адамдар танып жатыр. Даже суретке түсетін адамдар да бар, қолдайтын адамдар да бар. Мысалы, кей кездерден көшелерде мысалы кездестіреміз.
сұрайды, сен айтады, мысалы сен сегізадағы Мадинаның рөлін ойнаған қызсың ба деген сияқты сондай поддержкалар береді. Сендердің сыныптастарыңа 8адағы рөлдерін қаттырақ ұнады ма әлде осы қателіктегі рөлдерін? Мен деген 8-ада үлкен рөл алған жоқпын, кішкентай рөл алдым. Бірақ сөйледім, болдым 3-4 серияларында. Бірақ енді ең маған және де сыныптастарыма көбінесе ұнаған рөл ол қателіктегі рөл. Менің сыныптастарыма негізі барлығы ұнады, барлығы поддержка береді, қолдайды. 8А сериалында мен тоже жаман қыз Мадинаның рөлін ойнадым. Онда көптеген комментариялар, көптеген сындар айтылды. Мен сыныптастарым қолдайды, екі жаққа да, бірақ менің ойымша осы қателік киносындағы рөл қызықты сияқты болады. Яғни сендерге осы 8аға қарағанда өздеріңе де айналадағы адамдарға да осы қателіктегі рөлдерін ұнайды. Иә, ерекше. Бана айтып отыр ғой, былай киноға түскенде адамдар тани ма деп те. И сол адамдар сендерге жақындамайтын адамдар келіп, сен киноға түсесің, анау мынау деп дос болып көрді ма, сондай моменттер болды ма? Болды. Ондай адамдар бар ғой. Типа, былай живой келмейді, бірақ WhatsApp-тан жазады, сондайлар бар. Солай дос тауып көрдіңдер ма? Иә, Көрдік. Қалай екен? статус просмотрларымыз көбейеді, контактымызға адамдар қосылады. Ал яғни осы достасу барысында яғни жай ғана общение, күнделікті ол жақсы ма әлде олардан кәдімгідей напряжение сезіне ме? Енді Қалай айтсақ болады? Жақсы араласамыз, көрген кезде прям привет, қалайсың деп. бірақ негізі адамды достық кезінде пайдаланған дұрыс емес. Мысалы сен ол киноға түседі, ол ертең жақсы көтеді деп, мен соның қасына көтерілемін деп ойлаған ол дұрыс емес. Негізінен дос болам десең, досыңды сыйла, қымбаттым дейді. Досың сияқты болсын, 6 жыл болды уже. Сондықтан солай айтқым келеді. Яғни Айнамкөз өткен серияда, екінші серияда көп қазір қыздар да, балдар да self-harm әдісін қолданады, яғни қолын кесу деген сияқты. Қалай ойлайсыңдар, Айнамкөз алдағы уақытта бұны қайталауы мүмкін бе? Жалпы деген ол деген қазіргі таңдағы жасөспірім балалардың арасындағы көп жүретін нәрсе ғой. Сол үшін соны алдық. Айнамкөз деген оны жынданған соң басында деген мен Айнамкөз ұрдым, сосын Наргиз ұрды, сонда деген ашуланып істеді оны. Ол негізі Сосын рөлі. Егер деген оған деген мына катана бар емес па, қайтадан ашуланбаса ол істемейді оны негізі. Тығырыққа тірелмесе істемейді. Тірелсе істеуі мүмкін. Негізі Айнамкөздің рөлі ол өте керемет рөл, өте ауыр рөл тоже. Психологический. Ол біріншіден отбасынан, мысалы қазіргі таңда көп жасөспірімдер, подросттардың басына өтіп жатыр ондай жағдай. Мен сіздерге ақыл айтайын, олай жасамаңыздар. Тамырға тиіп кетсе бітті. Сіздерді аналарыңыз осы кезге дейін 9 ай құрсағында мәпелеп, осы сіздерді күтіп өсірді, өздеріңізге берген өмірді бұзбасаңыздаршы. Мен айтқым келеді, басқа да адамдар бар, мысалы, жүре алмайды, көре алмайды деген сияқты. Сондықтан бар өмірлеріңізді олай босқа құр өткізбеңіздер. Мен келісем, себебі қолда бар алтынның қадірін біл. Бізде ең қазіргі уақытта біздің қолымыздағы бар ең үлкен байлық бұл әрине біздің өміріміз яғни. Осы өмірді қалай болса да жақсы жаққа өзгертуіміз керек. Енді келесі сұрақ, қай кейіпкерге барлығынан көп психолог қажет? Айнамкөзге рөлі өте ауыр. Өзін андай қатты қиналғандықтан сондай, егер психолог керек болса, Айнамкөзге керек. Айнамкөз. Не? Сен секілді аналарға күлкім келеді. Балаларын асырай алмайды екен, неге шортып келіп туасыңдар? Заметочка, манадан бері біз кинодағы Айнамкөз жайлы айтып жатырмыз. Және де бүгін негізі қазір қатарымызда біздің керемет қызымыз Айнамкөз отырып қажетеді, бірақ та ауырып қалды. Сол үшін Айнамкөз тезірек жазылып біздің қатарымызға келе ғой. Теміз сені жақсы. Ал психиатр ше, кімге қажет? Менің ойымша Евроға қажет, барлығы. Жоқ, екінші серияда айтты ғой, ол деген псих емес, ол просто өзі сондай кішкене несі бар. Өзін солай ұстайды. Негізі ақылды ол.
өте ақылды ол. Бас жасайды. Өте керемет ақыл. Енді деген ақша алып кеткен кезде пирожки жеп кету деген, ол деген бас жасайтын адамдікі. Бұрыннан бері евро, яғни евро ұсталмады, иә, көп айтылып жатты. Ал неге ойлайсыңдар осы Заринаның рөлімен, ол Зарина деп енді шынаты ғой. Тергеуші. Зарина деген бізде кинода тергеушінің рөлін ойнайды. Сол тергеуші неге оны Практикант. ұсталып қала береді, не себепті, яғни бұрындар ұсталмады да, ендігі алдағы уақытта ұстала берді, яғни екі рет. Бірінде әйтеуір түрмеге отырмады, екіншісінде кәдімгідей жестко ұсталып қалды. Не себепті деп ойлайсың? Түсінікті ғой енді. Жас Сонда мен ештеңе мойындамайсың ғой, иә? Мойындаған нені мойындаймын? Мен ештеңе алған жоқпын. Иә, өте керемет. Ол деген сондай жас маманның жасөспірім оқушылардың арасындағы жас маманның рөлін ойнайды, яғни осындай камераларды жақсы тексеретін. Негізі Азамат Қайратұлы деген айтылды ондай сөздер. Азамат Қайратұлы ол бізде сол тергеуші да, өте бұрыннан келе жатқан керемет тергеуші. Ал Зарина ол жас маман, осындай адамға келіп тұрған. Одан ол өзін айтты ғой, мінезі ауыр адамдармен жұмыс жасау қиын деп ол айтылды сөздерде, айтылды кадрларда. Айнамкөз ол жас тергеуші, жаңадан бастап жатырған. Қайдағы? Зарина ол жас тергеуші, қалай? Солайынан неврон ұстап бірінші рет ұсталғаннан кейін ол уже адамда ой қалыптасады ғой, ол неге олдан істемей айналысады деген сияқты. Сол кезде евро ол деген тек қана бір рет істедім деп құтылып кетті, байқасаңызда. Екіншісіне қайтадан ұсталды. Бірақ оның қасында хан болды. Бір жасаған қажет. Енді сол кезде уже Заринаның мұқият екенін білуге болады. Сондай мұқият агент. Яғни сендердің ойларыңша Зарина біздің жаңағы евроға сенбеді, оның артынан қарады, тексерді жүрді. Енді бір қате жасаған адам екінші рет сол қателігін қайталамайды ғой. Қайталамау керек еді, бірақ евро анандай болады. Сол кішкене уақыт күтіп содан кейін барып блогер жасарға. Ұсталып қалды, бекер. Үшінші серияда көресіздер не болатынын, Заринаны не істейтінін, түрмеге қалмай ма, түрмеге қалмай ма, таппай ма, компашкасын түгел таба ма. Үшінші серияда күтіңіздер. Мен шынымды айтайын, жаңағы дейтін бір кадрда шықтым, болдым. Керемет рөлдің өзі өте керемет. Менің Моля енді яғни біздің Софи бетімне бір ұрып жіберді, жақсы, өте керемет. Өте керемет әсерде болдым. 2 сағатта ұйықтап алдым. Сыртта негізі дейтін сол күні погода барлығы кәдімгідей керемет келіп тұрған сияқты, себебі тіпті мен курточка кигім келмеді, шынымды айтайын, себебі ысыл күн. Мен деген алдында деген неде қасиетті деген сыртта тұрдым ғой, спортивкамда тұрдым, курткамды мүлдем бүйтіп арқасына іліп қойдым, сосын барып ағай ана қараңыз аламды киіп съемка барысында, кадрлар барысында, кино барысында күн салқын, негізі қара күз ғой. Күн салқын болғандықтан бізге режиссер Жандос Бақтығалиұлы көп көмек жасады. Бізге мысалы, біз түсіп болғаннан кейін мысалы көрпемен жауып қояды, тамақтандырады, тамақтармен. Сондай көп көмек жасады. Съемканы ұзақ уақыт түсірдім, таңертең кешке дейін ұзақ уақыт. Сендерге фильмді до обеда түсірген әлде после обеда түсірген? До обеда негізі жақсы ғой. Үйге боласың. Негізі таңертеңнен кешке дейін түсіріледі. Күні вообще сақын болады. Бірақ андай қыз сияқты өте керемет уақыт, қолайлы уақыт. Қалсын кәдімгідей. Обедтен алып, сосын кешке тағы түсіреді. Қиын кадрлар негізі. Онда вообще мықты болатын еді. Назым, сен қалай ойлайсың? Яғни біздің Шрамның бетіндегі Шрамды кім қалдырды?
қандай Тбилисиде болды, ол мүмкін бе яғни Наргиздің компаниясымен, яғни Катананың компаниясында болғанды ма, әлде жай ғана көшедегі бандиттермен, солармен, немесе мүмкін тіпті бұрындары Наз ханмен связьда болып мүмкін. Қалай ойлайсың сен? Ойландырып тастадың ғой соны айтамын. Мен вообще ол туралы ойламаппын негізі негізі. қалу жоқ мына жақта деймін. Иә, міне жоқ, оң жағым міне. Жоқ, міне. Не, мен вообще олай ойламаппын. Негізгі Наргиздің компаниясы мені Шрам деп айтқанына қарағанда Негізі осы ханға связы бар болуы мүмкін да. Кеттім мен ханға. Менің ойымша, менің ойымша, Шрам деген ол енді қала жақтарда көп жүреді. Иә. Шрам Мысалғы Оралды алып көретін болсақ, 20-ші мектептен ары қарай сол жақтарда типа орыс деп айтады ғой, сол жақтарда деген. Шрамның рөлінде негізі ол менімен кездесіп бұрындары біз таныс едік негізінен. Бұрындары таныс. Иә, киноларда Шрам деген кезде уже бірден таныдық қой біз. Себебі біз онымен, значит, бұрыннан бері общаться еткен болып тұр. Менің деген менің компашкам да мен Наз деп айтады кинода, байқайсыңдар ма? Менің компашкам мен Наз деп, а мыналар, вот мыналар Шрам деп айтады. Яғни сендердің ойларыңша бұрында ханмен байланысы болуы мүмкін болған бізбен Шрамның. Яғни болуы мүмкін, яғни сендердің компанияларындағы немесе Шрам жаңағы евролардың біреуі осы Шрамды қалдыруы мүмкін. Иә, может быть, мүмкін. Немесе ол ханнан да типа күшті адам болды мүмкін қалдыруы мүмкін. Ханның екінші айтылады ғой. Ханның қарайтын адамдар бар. Қарайтын адамдардың внешностін қалай өздеріне келтіресіздер? Үлкен адам деп, үлкен жас адам ба? Қара түрі қорқынышты, сақалы бар. Ана хан сияқты шрамы бар. Хан сияқты капюшон киіп бүйтіп отырғышын артқа қаратып қойып отырады ғой. Андай хакерлер болады ғой, білесіңдер ма? Мафияда тұратындар. Біртүрлі сұрақ болады, бірақ та ханның бойындағы қандай жақсы қасиеттер бар? Ханның ба әлде андай өмірдегі жоқ, Бектұрдың емес, ханның. Ханның жоқ. Ханның жоқ деп па? Так, мейірімділік жоқ. Аяу жоқ. Адалдық жоқ. Сатып кету бар. Негізінде адалдық бола алмайды ғой, себебі егер бір адам бұл адалдық өшірсе, қазір дейтін мүмкін ойлап жататын еді. Иә. Ал Мансұр, жоқ, сен дейтін мысалы ханның қасында жүрдің, иә, рөлің бар фильмде сондай. Сол жерде хан дейтін қандай жақсы қасиеттер бар, енді сен жақсырақ білесің ғой. Мына телефонды маған сыйласаң. Жоқ, мамырсат. Сен жігітсің ғой, иә? Онда былай жасайық. Мына шостың біреуін таңда. Егер сен таңдаған асық тұрса, онда телефон өзінде қалады. Ал тұрмаса, телефон менде қалады. Келістік пе? Таңда. Қызыл. Жақсы сауал. Тоқта. Сен сонда мына сүйіктерге сеніп тұрсың ба? Әкел телефонды. Болай. Жоқ. Болай. Жоғал. Бес. Жоғал. Ханның ба? Ол кидалы. Жақсы. Жақсы ма? Иә, жақсы. Жақсы қасиеттері ол тұрып береді. Сатып кетпесе. Тамақтандырып береді шеш. Жақсы ойын ойнайтын негізі. Қасымда жүрсең деген ақша аласың. Сол ақшаны тартып алады. Сол ақшаның жартысын жейді енді. Негізі. Жартысымен сүртеді шеш. Жақсы. Ал енді де сендер осы неде сүресіңдер, өздерінің бункерлерін деген сияқты бар, иә? Осы барлық болатын бункерлерін бар, яғни барлығын ол белгілі, түсінікті нәрсе. Сендер қалай ойлайсыңдар, хан дейді приставка ойнап отыратын бөлме ол зал бөлме сияқты ма, әлде оның өзінің личный бөлмесі сияқты ма, кабинет сияқты? Өзінің личный кабинет сияқты ғой, типа? Менің ойымша олай емес, сондай бір подвалда, сондай подвалда, қорқынышты. Сондай подвалға ана Наргиз кіріп келеді, осы өзі бүйтіп кіріп келеді, бүйтіп аяғын бүйтіп түсірген сияқты болып, баспалдаққа бірдеңе болатын сияқты, типа. Подвал, да? Ешкім білмейді адресін. Андай сондай қауіпті адамдар көбінесе сондай жерлерде тығылып жүреді, иә? Сондай өзінің бір жекеменшік подвал деп ойлаймын. Ал қалай ойлайсыңдар, егер де полиция осы іске араласатын болса, қандай уақыт аралығында олардың барлығын
түрмеге апарады, сот ісін жүргізеді. Оны енді айту қиын, өйткені деген алдағы серияларда ол болатын болады, көресіздер. Заринаның қалай жұмыс жасайтыны, жұмыс барысында не істейтіні, соңында Катанаға не болатындығы, Евро мен Хан қалай ұсталатыны барлығы алдағы серияларда болады. Сондықтан обязательно каналға тіркеліп қойыңыздар. Айнамкөздің тағдыры қандай болмақ? Сол да болады. Иә, каналға тіркеліп, қоңыраушаны бассаңыздар, шыққан кезде бірден сіздерге келіп тұрады. Және де біздің жаңағы актерлеріміздің осы видеоблогерге қатысып жүргендерінің, және де сонымен қатар біздің ағайларымыздың аккаунттарына подписаться қойыңыздар, яғни инстаграмдағы. Себебі ол жерде дейтін жас талап аккаунтына тоже. Себебі ол жерлерде қашан шығатыны жайлы ең бірінші информация болады, немесе съемка кезінен. Егер сіз асыға күтіп жүрсеңіз, бірден комментке жазыңыз, өз ойларыңызбен бөлісіңіз, және де басқа да актер актрисаларға немесе біздерге қойғыларыңыз келетін сұрақтарды осы комментке қойып кетсеңіздер болады. Біз жауап береміз. Келесі жолы Айнамкөзді алып келеміз. Соған сұрақтар сөйлеп алып келеміз. Сәлем, кемді. Бізде қазір қатарымызға өте керемет осындай компашкамызға таңғы тағы да бір адам қосылды. Ол да сіздерге сұрақтар қояды. Дайындалыңдар. Осы жас талапқа келесіңдер ғой, осы көп қойылатын сұрақ болар осы. Жас талапқа келесіңдер, сендер дейтін осы атақты болып кетемін деп ойлайсыңдар ма? Конечно. Киноға түсемін деп. Жоқ. Бізде арман көп. Иә. Мақсат көп. Мен деген жас талапқа келген кезде киноға түсіп деп ойлаймын енді, бірақ атақты болып кетемін деп 8А сериалы біздің ең бірінші қуанышымыз болды. Өтіп кетті ғой еще. Өтсе вообще алғашқыде 100 мың просмотрсынан көп жинап сұхбаттарға шақырып, бізде ондай ой болған жоқ негізінен. Біз ана 8А сериалының осы Орал қаласындағы ең алғашқы кино осы жас талапта шықты. Актерлік шеберлік, ең самый лучший актерлік шеберлік мен қатысқан үйірмесі. Сендер алдағы уақытта Қазақстан дейтін канал бар ғой, бүкіл Қазақстан бойынша жүретін. Сонда алдағы уақытта интервью бере алам деп ойлайсыңдар ма? Сөз бергіміз келеді. Өсек. Бәрі істейміз. Бұл бізде арман мақсат көп. Қазір біз подросток болғандықтан бізде үлкен зор болашақ күтіп тұр деп ойлаймын. Негізі біздің кішкентай кезден арманымыз, және біз Назым екеуміз кішкентай кезден армандайтынбыз, бірге жетеміз, біз солай жасаймыз деп. Сол арманымызға қадамдар басып келе жатырмыз, мақсаттарымыз. Айта берейінші. Сол Қазақстан телеарнасына барған кезде сен біздің интервью аласың. Сәлем. Енді мектептегі сендердің бағаларыңа, осы мектепте оқуларыңа, успеваемостеріңе, актерлік шеберлік курстары қалай не істейді, яғни реагировать етеді, сендерге қандай да бір ауыртпашылық немесе жоқ, бізге ауыртпашылық жоқ, біз екеуміз де сабағымыз 5-ке оқимыз да. Сіздерге препятствие жоқ, осында қатысып жүргендеріңмен сабақ арасында. Мынау таңертең болады, біз сабаққа обедке барамыз, бәріне үлгереміз, ешқандай уайым қайғы жоқ, уайымдамаңдар. Жастан бастап барлығына қатыса берген жақсы. Мен осы актерлік шеберліктен басқа үйірмелерге де қатысам, бәріне үлгеріп жүрмін. Өте жақсы. Енді дейтін қазір өте айтсам екен, жаңағы мектеп таңдайсыздар ма, яғни әлде жаңағы актерлік курс шеберлігін бе? Мұғалімдер негізі өте қиын сұрақ. Бізге актерлік шеберлік ұнайды, бірақ біз мектеп таңдаймыз, өйткені мектеп біздің болашағымыз. Екінші үйіміз, мектеп таңдаймыз. Сіздер довольнысыздар. Мұғалімдер, сіздер кереметсіздер. Ол біздің екінші үйіміз. Мұғалімдер де бізді деген осы жас талапты деген кәдімгідей айтады, менен сұрайды, мақтайды. Сен қатысып барып жүрсің ба? Ұстаздарымыз екінші анамыздай. Кәдімгідей сұрайды. Мә, Назым, сен жас талапқа барып жүрсің ба, не деп айтады. Мұғалімдер бар айтатын. Бірақ көп көңілді біз актерлік шеберлікке бөлеміз, оны жасырмаймыз. Бірақ егер екеуіне таңдау болып жатса, немесе сабаққа бармай актерлік шеберлікке бар деп жатса, біз сабаққа барамыз, өйткені ол керек нәрсе. Болашақтағы осы актрисалыққа да өте керек нәрсе, оқу керек Қазақстан тарихын. Яғни егер мектеп жағына кеттік қой, сендер мектепті 9-шы сыныптан бітіресіңдер ме, әлде 11-ден? Яғни ұбт-дан творческий направление таңдаған адамдар 2 предмет тапсырады. Мен білуім бойынша ол ағылшын және Қазақстан тарихы. Сол 2 ендігі кезекте қалай ойлайсыңдар?
әрбір университетке түсу үшін өздерінің творческий экзамен тапсырады, иә? Сол экзаменден қай этап сендерге ең қиын болады деп ойлайсыңдар? Білмеймін. Мысалы, ана жерде би, яғни хореография, вокал, актерский данный, поэзия деген сияқты нелер болады ғой, этаптар болады ғой. Негізі бізге менің ойымша қиын болмайды, себебі біз биге де жақсымыз. Бәрін, иә. Осы актер Поэзиядан вообще күштіміз. Иә, поэзиядан. Биз өте керемет. Дауыстары да тек что екеуінің шындай. Бірақ вокал может быть болып қалды. Иә, Вокал жоқ. Иә, вокал жоқ. Болашақта бірақ үйренеміз. Иә. Яғни сіздердің Не, негізгі актерствода фортепианомен жұмыс жасаған өте ыңғайлы вокалда. Мен осыған дейін қатыстым актерствоға, сол кезде айтты, бірақ деген ондай қатынаған жоқсың. Мында келдім. Өте керемет жер, сіздерді де шақырамыз, күтеміз. Келіңдер. Алдағы уақытта менің ойымша екеуінен басқа актрисалар мен актерларды шақырып, мына жерде әлі сұхбат аламыз, сол тепті күтіңіздер. Иә. Келесі жылы айнамыз келеді. Айнамыз келді ма? Ауырып қалмай енді. Әдейі ауырып қалдың ба енді, білмейміз енді. Ой, жоқ, кәдімгі ауырады ондай сұхбатқа. Ал актерлық шеберлік үйірмесінен осы шығып кетем деген ой болды ма? Менде болды. Менде болды. Шығамын деген ой болды. Не себептен болды? Не себепті болды? Басқа жақтан шыққысы келген шығар, может, өзің? Жоқ, мен деген сабағыма болды бір сабағыма кедергі келтіріп кеткен. Бүткіл уақыттың бәрі актерство болып кеткенге сол кезде шығамын деп жүрдім, бірақ шыға алмадым. Өте қиын, мынандай жерден шығу өте қиын. Сосын шықпай қалдым, сосын сабағымды келтірдім. Все нормально. Ой, кетіп жатқан кезде жүрегімнен жалын шығып деп. Яғни осы жас талаптан шығып ой болды сенде? Болды. А сенде жоқ, мүлдем болмады. Болған жоқ. Мен кетсем дедім, мына вообще шын ба, кетесің ба деп. Кішкентай кезінде кім болғың келеді? Мен деген, мен осы актерствоға қатыспай тұрып, Өрт сөндіруші еді. жоқ. Мен президент болдым. Доктор дейсің ойындам. Мен негізгі журналист болғым келді. Журналист? Иә, журналист. Сен сияқты осылай неде сұхбат алғым келді, бірақ мен деген актерствоға қатысқаннан бастап осы актерлік шеберлікке деген шабытым ашылды. Ол осы 5-6 сыныптан басталды. А мен осы 5-6 сыныпқа дейін журналистика мамандығын, яғни телеведущая деп айтады ғой, телеведущая. Иә, сол мамандықты таңдағым келді, жақсы көрдім сол мамандықты. Бірақ қазір маған актерлік шеберлік ұнайды, и өскенде профессиональная актриса болғым келеді. Мен негізінде рахмет. Боламын еще мен. Полиция болмады ма? Мен деген негізі полицияда күшті мамандық. Иә, өте керемет. Мен негізі кішкентай кезімнен бастап актриса боламын деп армандаймын. Кішкентай кезімнен? Иә. Ал мен президент боламын дедім. Одан кейін журналист. Иә, мен тіпті курстарға қатыстым журналистика бойынша. Маған қатты ұнамады, шынымды айтайын, себебі мен үшін емес болды андай. Дұрыс сөйлеу, дикция, мынау, мұнда да әрине өте важно. Иә. Бірақ сен деген бізге жаңа сұрақ қойыватсың ғой. Сен сұрақ қойыватсың ғой, сонда кәдімгідей өзіңді эфирде отырғанда сезініп қалады екенсің. Өте көңілді өтіп жатыр. Иә. Мен жай ғана мектепте көбінесе барлық шоулардың организаторымен боламын. Сол үшін сондай қалыптасып рахмет. Өзімді кішкене мақтап самопиар істеп жүреді. Ал жақсы, ендігі кезекте бір соңғы сұрақтардың бірі болсын. Ұйықтағанда не ойлайсыңдар? Өте керемет сұрақ, жауап бердіңіздер. Ұйықтағанда қалай ұйықтайды екен, не көреді екен деп дейсің. Ертеңгі күнім қалай болады екен деп ойлаймын. Ертең үшеуден ұйықтай жатқанда ойлайсың, ертең андай болса екен. Әр күн жаңа мүмкіндік. Өте жақсы айтылған. Назымның фразасы, өздеріңіздің ойларыңызды сақтап алыңыздар. Солай. Ой, біз сол шатастырады. Мен Назыммын, мынау Наргиз. Кешіріңіздер. Так, көшеде жүргенде сендерді не қалай айтады? Апалы сіңілісіңдер деп солай айта ма? Білмеймін, әйтеуір аттарың ұқсас, мен негізі солай ойлап қалдым басында сендер келген кезде. Апасың ба, негізі білесің ба? Отырсам, мен 12 жемін апасың. Просто бізген кішкентай кезінен араласамыз, всегда бірге жүреміз, бәріне бірге барамыз. Бірге қолдау жасаймыз. Иә. Мектептегі бір мектепте оқимыз, бүйтіп классымыз қарама-қарсы. Былай екен ғой, былай. Параллель класстарда оқисыңдар ма? Жоқ, мен мына жерде отырып оқимын, ол мына жерде оқиды.
түсінбейсің ба? Параллельный сыныптасыңдар ма? Параллельный сыныпта оқисыңдар ма? Мысалға А, Б, В, Г деген сияқты. Иә, мен А, ол Б. Мен де болмындай. Жақсы, Бірақ мен 7 оқимын, ол 8 оқиды. Бір жас өткен мен. Мен де 7 болмын. Мынада 7 болу. Енді жас талап оқырмандарына, жас талапты қарап жүрген жасөспірімдерге не айта алар едіңдер? Қандай мүмкін совет бере алатын едіңдер? Келгісі келіп, бірақ келе алмай жүргендерге ма? Бәрібір просто қарап жүргендер, Келіңіздер, қысылмаңыздар, ұялмаңыздар. Актер боламын десеңіздер, ұят керек емес, ұялмаңыздар. Мынандай жерде өзіңізді ашу, ол өте жақсы нәрсе. Өз ойыңызды анық білдіре білу керексіз. Иә, сіз мындай жерге келсеңіз, камера алдында еркін сөйлеуді үйренесіз. Мен мысалға мында келмес бұрын вообще камераға қарай алмайтын едім. Шынымды айтайын, мысалға бүйтіп түсіп ойнап жатасың ба, өзің жерде камера тұрады. Ол прям білмейсің, мына камераға қарап қалсам, ішінен сасып тұратын едім. Қазір ондай жоқ, спокойно ойнаймын, өте оңай. Соның бәрін үйренесіздер. 8 адам, мен бірінші түскен кезде вообще. Негізі айтайын, камерадан егер сіз актер, актриса болғыңыз келсе, өз ойыңызды біріншіден анық жеткізе білу керексіз, екіншіден өзіңізге сенімді болу керексіз ғой. Өзіңізге сенсеңіз, өзіңіз жақсы көрсеңіз, сонда сізде барлығы болады, барлығы сізге сенеді, барлығы сізді жақсы көреді. Сондықтан қысылмай, ешқандай қысылыссыз актерлыққа келем десеңіздер, біз сіздерді күтеміз. Сондай андай адамдар болады да, типа, мысалы, поэзия күшті айтады, бірақ деген ұялады. Немесе мектепте дауысы бар, мектептік жағдайда да болады, түні бойы оқиды да, ана апайға айтуға ұялатын кезде. Ондай жер ұялу керек емес. Сен бәрінен лучшайсың. Өзің самооценкаңды өзің көтермесең, ешкім көтермейді. Ал енді мен енді ведущий ретінде кішкене совет беріп кетейін. Ешқашан ұялмаңыздар. Бұл шын айтамын. ертең жас талаптың алдында 1000 адам тұрмасын. Келіңіздер, күтеміз, бәріміз күтіп аламыз. Бізге кезек-кезек отырғызып қоямыз. Ондай ет күтпеймін. Жоқ, привет, қалайсың? Ұялудың шынында да амандасу жоқ. Бұл барлығына өте қалай екен, кері эффект береді. Мен мысалға келгенде ұялдым барлығынан. Қазір мен дейтін әйтеуір келесі күні барлық ошибкамды осознать етіп нормально болдым, бірақ та бірінші күні мен жаман ұялдым. Кәдімгі дискомфорт сезілді. Мен біреумен общаться етуге қорықтым. Мектепте де солай, басында солай болып жүрдім. Қазір нормально, айтамын. Егер де бағаларын дұрыстағыңыз келсе, мектепте ұялмаңыздар. Мысалға тарихтан параграф айтасыздар ма? Оқымаңыздар. Түнімен бойы оқып, еще оны келіп айтпайтын адамдар да болады ғой. Вообще түсінбеймін бар емес пе? Сен өздеріңіздің самооценкаларыңызды көтермесеңіздер, өзіңізді жақсы көрмесеңіздер, онда сіздерден ештеңе шықпайды. Лучше бы өзіңізді жақсы көріп, өзіңізге құрмет көрсетсеңіз, сіз актриса болып кете аласыз, профессиональная актриса болып кете аласыз. Өте дұрыс айтылған, мен келісемін. Ең бастысы өзіңе сенімді болсын. Қойғымыз келген сұрақтың барлығын аяқтадық. Қойғымыз келген сұрақтардың барлығын бізге қызық болып жүрген сұрақтарды қойдық. Егер сіздерге де қызық болып жүрген сұрақтар болса, комментке жазып кетіңіздер. Келесі жолы біз жауап береміз. Біз келмеуі мүмкін, бірақ басқа қыздар келсе де бітіп береді. Ендігі кезекте біздің 2 жүргізушімізге қатысты. Олар жаңадан бастап келіп жатырғандар, сол себепті камераның алдында енді дискомфорт сезініп отыр. Бірақ та бір-екі айдан кейін менің ойымша ол екеуміздің орнымызды алмастырып, біз мына жерде отырып қалып жүрмейік. Бірақ та шынымды айтайын, өте жақсы адамдар шығады, егер де өздеріне сеніп, ұялушылығын побороть етсе. Ал енді сендерден бір цитата. Не? Люби себя, и все будет хорошо. Сенің қолыңнан барлық келді. Әр күн жаңа мүмкіндік. Яғни осы сендердің жизненный цитаталар, осы фраза әрдайым сендерді поддержка беріп отырады. Иә, осы Өз-өзіңді жақсы көр. Өз-өзіңді бағала. Өз-өзіңді. Сен өзің жақсы көремісің, басқа ешкім сен жақсы көре алмайды. Лучше бы өзің жақсы көрген жақсы, и өзіңнің талантыңды тек өзің аша аласың. Бойыңдағы талантыңды көре алмай жүрсең, онда тек өзің аша аласың. Енді мынаған сөз берейік. Осымен біздің подкастымыз соңына келіп жатыр. Сіздерге үлкен рахмет, осылай келіп, уақыттарыңды бөліп, сұрақтарға жауап беріп, бізбен осындай керемет дружный атмосферада отырғандарыңыз үшін. Нет ничего невозможно. Сендерге де Ернар ағайға үлкен рахмет. Бізді түсіріп осылайынан керемет подкастқа идея тастаған үшін. Сендерге де рахмет. Сендерге де рахмет біз шақырғандарыңа. Қашық.
Сендерге де рахмет. Оқасы жоқ. Всегда пожалуйста. Өзіңіз танысаң Всегда пожалуйста. Ал ендеше достар, осымен біздің сұхбатымыз, подкастымыз аяқталды. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар енді. Осындай подкасттарды әрдайым көріп, ең бірінші көріп жүру үшін колокольчик жағуды ұмытпаңыздар. Және де өздеріңіздің достарыңызбен, туысқандарыңызбен бөлісіп тұрыңыздар. Өте қызық емес пе? Все? Иә.